Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғадым. Әббәлеген ай тамаша, міне жігіт, ардақта қайда қазақ деген осындай болу керек міне. Қанша шарақаты болса да таза жеңіске жеткен Нұрболат Ізімғалиев бауырым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайрадым. Мәңгілікте қой отан, қорқыта алмайды өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақамын атқа байлайтын. Жалпы енді ауылды енді сағынасың. Ауыл бөлек қой. Ауылдың пейішін, ауылдың топырағын, ауылдың адамдарын, балдарын, семьяны сағынасың. Біздің ауылда кезінде күрестен басқа ештеңе болған жоқ жалпы. Бірақ енді телевизордан футболды көріп, футболға қызыққан болатын негізінде. Ауылда ол кезде футбол үйірмесі болған жоқ. Ең бірінші ауылда күрес үйірмесінен басқа ешқандай үйірме болған жоқ. Жалпы енді облыста біледі ғой, жалпы Қызылқоға десе ең бірінші күрес еске түседі. Мысалы танысып келіп қалғанда қаяқты кісіне Қызылқоғаның кім, Миялының кім дегенде, мә сендер жақта дейтін күресіме мықты еді ғой деп айтады бәрі. Біздің ауылдың жігіттері барлығы күреспен айналысқан кезінде. Тазы деген енді жалпы жеті қазынаның бірі ғой. Өзіміздің жалпы таза қазақтікі дейді ғой. Өзіміздің ұлттық нелеріміздің, құндылықтарымыздың бірі ғой тазы деген. Жалпы біздер тазыны осылай жарысқа, аңшылыққа, саятшылыққа қатыса аламыз. Иә, жарыста біздер былай жүргенде жұмыс уақытында көп қол тимейді. Көбіне осылай демалысымызда осылай жиналып несеп тұрамыз бірге. Аңшылыққа шығып тұрамыз, қоянға. Көбіне сол дейтін қоянға ғой шығатынымыз. Жарысқа енді мен бірінші ретке кетіп жатырмын, жақын жерде ұйымдастырылып жатырғасын. Өзім ұстап жатқан тазымды сынап көрейін, қандай таз екен. Шаба ма, жүгіре ма, жүгірмей ма, оны точно білмеймін. Барғасын көреміз енді Алла қаласа. Ол жерге мықты тазылар келеді ғой. Ауылда тұрып асау үйретіп жылқы мінбесе білмеймін енді. Жалпы ауылдың балдары бәрі мықты ғой. Ауылдық жер болғасын барлық үйде демеймін, екі үйдің бірінде болады ғой жылқы. Бәрі де ауылдың балдарының бәрі де жылқы мінеді ғой, асау үйретеді. Бәріміз де сол. Енді жылқыға мінбесек, көптен мінбесек енді біртүрлі болып тұрамыз жалпы. Жиі мініп тұрамыз енді жылқыға. Жалпы мына мылтықпен алғаннан тазымен қоян алғанның әсері бөлек қой. Бұл жерде сен дейтін жаз бойы, күз бойы дайындаған жүгірткен еңбегің жатады, асыраған үйде. Сезім бөлек та чувство. Білмеймін, мен тазыға ондайға сеніп тұрған жоқпын, бірақ сонда да енді кішкене
Нұрболат екеуміз енді 2-3 жыл бұрын мына тазымен айналысып келеміз, бірге аңға шығып, иттерді бірге жүгіртіп, сонымен жүреміз. Былай да бізге сол күресіп Нұрболат ұта алмайтын едік сол Қытай кезімізде. Өзі бір шымыр болды да, бой кішкентай болды. Біз кішкене одан ірілеу болдық. Бірақ енді соңында да Нұрболат ұта алмайтын болдық. Соңында күреске де бізді жетелеп апарды. Күреске барыңдар, үйреніңдер деп, сол Нұрболаттың арқасында бір 2 жыл күрестік. Сойқан! Сойқан! Ал жіттер қазір білесіздер, күнделікті жаттығу бәрі өзін жоспар бойынша жақсылап қазір 15 минут жақсылап жаттығу жасап қыздырынамыз. Ары қарай тренировочный процесс кетеді. Бүгін кішкене захватқа күрес, әдістерді қайталау, жылдамдыққа жұмыс. Сол соңынан 4 белдесу болады. Хоп, кет подворот. Нұрболат енді Нұрболат өте манағы күрескен кезде бір қарсыласқа бір өте сондай ыңғайсыз. Сосын жаттығу кезінде де көп еңбек етіп, көп тер төгіп, сондай шыдамды, жігерлі бала ғой өзі. Сондай спортшы, жігерлі, сондай намысты, өзінің манағы дегенінен қайтпайтын. Міне, Нұрболат Ізімғалиев өте жас, әрі өте тиянақты балуан, кез келген әдісін соңына дейін жеткізе білетін, осындай бір жақсы қырынан танылатын, осындай көзге түсіп жүрген балуандардың бірі. Нұрболат Ізімғалиевтің ашуына тиісесіз, жерден қағылған шегедей болсаң да жұлып алып, қайтадан қағып тастайтындай күш қайраты бар жігіт. 2018 жылы чемпионат Азия болатын. Чемпионат Азияда сол бірінші түркмен палуанын ұтқан ба. Сосын екінші сол мана тәжік палуан. Соны ұтсам, финалға шығам ары қарай. Сол кілеңбе шыққан бойымыз, бастаған бойымыз. Шап беріп екеуміз күресіп кеттік, бірден мен алдымда задний жасадым. Сол кезде бір мынам шынтағымды бетіп былай қарай басып кеттім, или өзім қатты бұрдым ба. Сол кезде бір ауырсынып бетіп жатқа шығып кеттім шетке. Иығымды ұстап қарасып шығып кеттім. Иығын шығарып алған секілді. Мына қызықты қараңыздар, қазір дәл осы Азия чемпионатында Нұрболаттың иығы шығып кеткен болса да үндемей отырып, енді иығын салып жатыр ардақтағы айтар. Не деген қайсар жігіт мынау? Бір жерің ауырып кеткен жағдайда болмаса бір белгілі бір мысалы бір жерің қан айтып, тағы бір жерің врач шақырған уақытта 3 минут уақыт береді. 3 минут уақыт ішінде сол сен өшіп қалпыңа келіп шығуың керексің. 3 минут ішінде үлгермесең жеңістің қарсыласып алуың керек. Сол кезде маған врачтар келді, ана жердегі бір-екі тренер жігіттер келді. Сосын шығып кетті деп жатыр, аналар айтып жатыр, болмайды. Сосын мен айтып жатырмын, сал деп. Ана врачтар айтты, мына жерден ыңғайсыз жүр, ана жерге түсіреміз деді астына.
сосын ана жердегі судьялар келіп, жоқ, оны түсіруге болмайды. В общем, коверден шықса дейтін жеңісті береміз ана кімге деп, тәжікке. Онда хотя бы мына жер ыңғайсыз, стол жоғарыған зат шығарайық деді, стол. Не ма? Жоғарыға стол шығарайық, мына жерден сала алмаймыз. Сосын ой, ана жердегі судьялар столда мына зат болмайды, үшін мына жерде камера, телевидение түсіріп жатыр, ұттарына түсіріп жатыр, мына жерге стол болмайды деді. Сосын осы жерден сал деп жатыр, мана кісілер жоқ, сала алмаймыз деді. Сосын бір мана врач тартып жатыр, түспейді ана. Сосын мана бір кісі тұрып, сол жердегі бір тренер ондай дейтін, мана поясын алып жоғарыға тартып ұстап тұрайық деп. Мана уақыт кетіп жатыр, минут қалды уже. Ана кісілер салынбай жатыр, түспей жатыр. Сосын мына жағынан тағы бір врач келіп, қайсы мен салайын деп. Сол бір тартып салды. Ай шіркін, ай, қазақтың жігіттері қандай ауырсынса да білдірмей, елім, жерім, туыстарым көрмесін деп, бүкіл эмоциясын ішінде сақтап отыр. Көріп отырып, жылап отырдым. Баламның сол, бала кезіндегі сол көшеден қайтпай келгендегі мінезінің ұстанымын сол кездегі мысалға қуандым балам үшін, жыладым да. Қуанышымда шек болған жоқ. Енді тек балама тек қолай дедім сол кезде. Иығы шығып, ауырсынып отырса да, дұшпанына сыр білдірместен ортаға келіп, жайбарақатхана келіп, докторлардың көмегіне осы бір үйренгені болмаса, түрінен бір ешқандай эмоция бөлінбейді. Иығым салып қайтып шығып болды, кәбір ол жерде ешқандай ауырсын, білмеймін, ауырсын сезген жоқпын ол жерде дым. Ауырсын вообще қазір шығып кетсем айғайлайтын болармын, бірақ ол жерде дым ешқандай ауырсын сезген жоқпын. Ой бәрекелді, міне жігіт, ардақты ағайындар, қазақтың жігіттері осындай қайсар болса, міне қараңыздар, ардақты ағайындар, қазақ халқы қалай шулауда, қалай ат ойнақтауда, осындай ерлік жасаған қазақтың жігіттерінен айналмасқа нетесін дейді. Басқа амал бар ма, ардақты ағайындар? Айтарға сөзім жоқ, тіпті бәрекелді. Уже білем ғой, жалпы иығым ашсам, не істеп қайтып ауырып кететін, шығып кететін, ашпай күресіп жүрдім. Сол бір кезде бір сәті келіп қалды. Нұрболат, шыда, қолыңды берме, оң қолыңмен күресіп жүріп, сол қолыңды бүгінде ұстатпасаң, дәрігерлер тоқтап тастамаса болған, өйткені Нұрболаттың қолы ауырсынып тұр, міне, қолмен қимыл жасап жатқан жоқ. Міне осы жерде жасашы Нұрболат. Бәрекелді, ай, тамаша, міне жігіт, ардақты ағайындар, қазақ деген осындай болу керек, міне. Қанша жарақаты болса да таза жеңіске жеткен Нұрболат Ізімғалиев бауырымызға, ардақты ағайындар, міне қаһарман дейтін медаль берсе де артық емес, ардақты. Қорқыныштан қорғалып жүрміз, ол жауапкершілік ол дейтін, ол сен жатқан баядан бері жасап жатқан еңбегің, тренировкың, отбасыға деген жауапкершілік, тренер жаттықтырған ағайыңның міндеті, жауапкершілігі. Шыққаннан кейін соның бәрі уже сен мойныңда ғой. Артыңда сен тренер бүткіл осы күнге дейін дайындалған дайындығың ауылыңға қарап тұрады. Иығы қатты ауырып тұрса да, қатты жарақаты болып тұрса да, енді бұл жерде Қазақстанның намысы, елдің намысы, ол палуанға беріліп тұрған мүмкіндік ол. Мұндай мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды да. Ондай көп жиі болмайды. Енді ол постоянно жиі болып тұрмайды ондай нәрсе. Көбіне балдар травма алған кезде көбісі сразу жарыстан шеттетіледі ғой, бірден уже. Шынтақ кетіп қалған кезде, кетіп қалған моменттер болар ғой. Бірден шеттетіледі. Ол жерде енді шығып кетті, иығы орнынан түспей қойды. Әзер дегенде сол салды. Мінезбен, сол өзінің намыстылығымен, намыс жібермен. Шыққанында, бірақ мен шыққанында нағыз ер азаматтыққа санадым. Себебі, ана жерде мен қолым ауырып қалды деп бұғып қалса, ол жерде болмайтын еді. Ол жерде бүкіл ел артынан ерген бауырлары, алдында сондай дәрежеге жеткізген ағайлары, бүкіл миялы халқы қырылуға қарап отыр. Ол жерде бастарындағы фуражкаларын лақтырып қуанғанын көргенде, мен бірге сол жерде жүргендей болдым ғой. Балам үшін мықты қуандым. Бірақ аядым баламды. Тек қолай дедім, қолың жазылып кеткенші деп.
жарылып кетсінші деп не қылдым. Әйтеуір шүкір Айбек сол жерде соқты, телефон апа құтты болсын қуанышыңызбен деп. Жылап тұрдым, бірақ жылағанмен қуанып тұрдым ішімнен. Бұл дала